Әріптестер, сәлеметсіздер ма? Бастай берейін, иә? Мен Базылова Алтынай Еркінқызы. Өзім таныстырып өтетін болсам, Қарағанды облысының Шет ауданындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы Тірек мектеп ресурстық орталық жанындағы интернаттың қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Педагогикалық өтілімім 29 жыл, санатым педагог сарапшы. Бүгінгі сіздерге бөліскелі отырған әдістемелік құралым Ыбырай мұрасы құндылықтарға негізделген шығармашылық білім беру мен тұлға қалыптастыру бойынша жұмыс дәптері 5-ші сыныпқа арналған. Бұл әдістемелік құрал бұрында да мектебімізде ыбырайтану таңдау курсы болып жүргізілген болатынды. Қазіргі таңда вариативтік сабақтар алынып тасталғандықтан бұл сабақ әріптестер кеткендіктен қайтадан осы беттен бастайын. Әдістемелік құралым Ыбырай мұрасы құндылықтарға негізделген шығармашылық білім беру мен тұлға қалыптастыру бойынша жұмыс дәптері. Әдістемелік құралдың мақсаты Ыбырай Алтынсариннің мұрасы негізінде оқушылардың рухани адамгершілік құндылықтарын дамыту арқылы шығармашылық қабілеттері мен тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру. Бұл әдістемелік құралды мектебіміз Ыбырай Алтынсарин атында болғандықтан, жаңада айтып өттім, Ыбырай тану курсы болғандықтан, осы 5-ші сыныпқа бағдарламасын, әдістемелік құралдарын жасаған болатынмын. 2014-2015 жылдарда жасап, оқу бағдарламасына вариативтік курсқа енгізілген болатынды. Әдістемелік құралдың міндеттері Ыбырай Алтынсарин шығармаларының мазмұнын терең меңгерту, оқушылардың әдеби талдау дағдыларын қалыптастыру, рухани адамгершілік құндылықтарды шығармалар арқылы дарыту, оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін жетілдіру, шығармашылық жұмыстар мен жобалар арқылы оқушылардың өзіндік ізденісін дамыту, ұлттық мәдениет пен тарихи мұраларға деген құрмет сезімін арттыру, Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық идеясын заманауи тұрғыда түсіну және бағалау, оқушылардың коммуникативті және әлеуметтік дағдыларын дамытуға жағдай жасау. Келесі, әдістемелік құралдың өзектілігі. Яғни әдістемелік құрал ұлттық тәрбиені заманауи білім беру жүйесімен ұштастыра отырып, бүгінгі жас буынның рухани мәдени құндылықтарды терең меңгеруіне, тұлғалық қасиеттерінің жан-жақты дамуына ықпал етеді. Енді әдістемелік құралдың жаңалығы Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы алғаш рет ұлттық құндылықтар мен заманауи шығармашылық білім беру әдістерімен интеграцияланып, оқушылардың тұлғалық дамуын қолдауға бағытталған жаңа тәсіл ретінде ұсынылып отыр. Енді психологиялық жаңалығына тоқталатын болсам, оқушылардың рухани адамгершілік дамуын шығармашылық белсенділік арқылы ынталандырып, олардың эмоционалды интеллектісін арттыруға бағытталған психологиялық тұрғыдан жаңашыл тәсілдерді қамтиды. Бұл әдістемелік құралдан күтілетін нәтиже, яғни Ыбырай Алтынсарин шығармаларының мазмұнын терең меңгеру, оқушылардың әдеби талдау дағдыларын қалыптастыру, рухани адамгершілік құндылықтарды шығармалар арқылы дарыту, оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін жетілдіру, шығармашылық жұмыстар мен жобалар арқылы оқушылардың өзіндік ізденісін дамыту. Сол сияқты ұлттық мәдениет пен тарихи мұраларға деген құрмет сезімін арттыру, Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық идеясын заманауи тұрғыда түсіну және бағалау. Соңғысы оқушылардың коммуникативті және әлеуметтік дағдыларын дамытуға жағдай жасау. Бұл әдістемелік құрал 4 бөлімнен тұрады. Яғни мен өзіміздің енді әр сыныптың әдебиет оқулығы 4 бөлімнен тұрғандықтан, бұны да сол оқулыққа сай 4 бөлімге бөліп жасадым. Яғни бірінші бөлім ағадан ақыл, атадан нақыл бөлімі, екінші бөлім адамгершілік асыл қасиет, үшінші бөлім ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы, төртінші бөлім даланың дара ұстазы деп 4 бөлімге бөліп жасадым.
Енді осындай әдістемелік құралға осындай тапсырмалар оқушыларға, яғни әр тапсырмада орындау алгоритмі, яғни дескрипторлары орнатылған, дескрипторлар берілген. Оқушылар осы тапсырмаларды енді ылғи да орындамаса да арасында қазақ тілі әдебиет сабақтарында осы әдістемелік құралды пайдаланып оқушыларға осындай тапсырмалар беріледі. Яғни 5-ші сынып болғандықтан жас ерекшеліктеріне сай кішкене оңайлау, оқушы орындай алатын тапсырмалар беруді жөн көрдім. Яғни бірінші бөлім бойынша ағадан ақыл, атадан нақыл бөлімі бойынша ең бірінші Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылық тақырыбына мынандай тапсырмалар енгіздім. Ыбырай Алтынсарин кім? Тірек сызбасы арқылы топтастырып жазыңыз деген сияқты. Балалар өздерінің әдебиеттен оққан, төменгі сыныпта оққан білімдерін осы тірек сызбасы арқылы Ыбырай Алтынсарин кім деген сұраққа тірек сызбасын толтырады. Және де екінші тапсырмамыз қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы мен балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсаринді Вен диаграммасы арқылы салыстырыңыз деген кезде балалар осы екі тұлғаны салыстырады Вен диаграммасы арқылы. Және де үшінші тапсырмамыз Ыбырай Алтынсариннің еңбектері бойынша қай жерде туды, қандай мектептер ашты деген сияқты сөз жұмбақтар бердім, сөз жұмбақ құрастыру. Осы сөз жұмбақты өздері құрастырып, және осы сұрақтарға жауап береді. Сол сияқты төртінші тапсырма Ыбырай Алтынсарин туған күніне арнап өлең шумақтарын жазыңыз немесе бейнеролик дайындаңыз дедім. Яғни қазіргі заманға сай, мысалы, балалар ондай жаңа бейнеролик, слайд дегендерді жақсы меңгеріп қазір осындай жұмыс түрлерін жүргізуде. Енді орындау алгоритмі, яғни тірек сызбасы арқылы топтастырып жазу керек. Абай Құнанбайұлы мен Ыбырай Алтынсаринді Вен диаграммасы арқылы салыстырыңыз. Ыбырай тақырыбына сөз жұмбақ құрастырыңыз. Ыбырай Алтынсарин туған күніне бейнеролик дайындаңыз. Енді дескрипторлары, яғни әр тапсырмада жаңа айтып өткендей, әр тапсырмада дескрипторлар бар. Тірек сызбасы арқылы топтастырыңыз, оған 1 балл. Вен диаграммасы арқылы нақты салыстырылған 1 балл. Ыбырай тақырыбына сөз жұмбақ мазмұнды құрастырылған 1 балл. Ыбырай Алтынсаринге әсерлі бейнеролик дайындалған деген сияқты, оған да 1 балл беріледі. Балалар әр тапсырманы орындаған сайын осы берілген балдарды алуға тырысады. Өздеріне алдында тапсырма берілген кезде түсіндіріліп айтылады. Міне осындай тапсырма жинақталған. Сол сияқты екінші тапсырма да бар. Енді қазір мынау жаңағы орындау алгоритмі. Жаңа басында айтып өттім, әріптестер, яғни бұл курс, вариативті курс 14-15 жылдарда жасалған болатын. Сонымен қатар вариативті курс бойынша 5-ші сыныптарға жүргізілді дедім. Енді бұл курсты енгізген мақсатымыз сол кезде Ыбырай шығармаларын оқушыға кеңінен тарату, Ыбырайдың жаңа әңгімелері арқылы оқушыларды өзі Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін, қай әңгімесін алсақ та тәрбиеге тұнып тұр ғой. Сондықтан осы Ыбырайдың тәрбиелік жағынан мол тәлім тәрбие беретін әңгімелерін кіргізген болатын. Және де бүгінгі күні адам баласының бүгінгі онлайн және офлайн өмірі жасанды интеллектке тікелей байланысты болғандықтан 2024-2025 оқу жылында осыған байланысты жаңағы оқушының дүние танымын, рухани әлемін, эстетикалық биік талғамын тәрбиелеу мақсатында жаңаша платформада осы тағы да жаңаша әдіс тәсілдерді қосқан болатын. Мына шығармашылық
жұмыс ретінде де тағы бір екі тапсырманы көрсетіп өтейін сіздерге. Мысалы, бірінші тапсырма: жаз мезгілін сипаттаңыз. Оқушы жаз мезгілін сипаттап жазады орындау алгоритмі бойынша. Өлеңнен адам өмірі, жан жануар, өсімдік, құстар тіршілігіндегі өзгерістерді сипаттап жазыңыз. Екінші тапсырма. Үшінші тапсырмада өзен өлеңін мәнерлеп оқып, өлеңді қара сөзге айналдырып, өзенге сипаттама беріңіз дедім. Қазақстандағы қандай өзендерді білесіз? Мысал келтіріңіз. Өз туған жеріңізде өзен, көлдер бар ма? Бейнеролик дайындаңыз деген сияқты орындау алгоритмдері енгізілген. Енді бұл жерде тек қана жұмыс дәптері емес, менде қосымша хрестоматия болғандықтан оқушыларға міндетті түрде хрестоматия беріледі. Оның ішінде өлеңдері, жаңа әңгімелер жинақталған. Сол өлеңдерден қарай отырып, балалар осы тапсырмаларды орындайды. Яғни дескрипторларына назар аударатын болсақ, жаз мезгілін нақты сипаттап жазуға 1 балл, өлеңдегі адам өмірі, жан жануарлар, өсімдік, құстар тіршілігіндегі өзгерісті сипаттауға 1 балл, өлеңді қара сөзге айналдырып, өзенге сипаттама беру 1 балл, Қазақстандағы өзендерді атап көрсеткен мысал келтіретін болса 1 балл. Сол сияқты өз туған жеріндегі өзен, көлдерді көрсетсе 1 балл беріледі. Сонымен қатар соңғы бейнеролик немесе слайд жасайтын болса, презентация жасайтын болса 1 балл беріледі. Енді кейде осы сабақта біз арасында ыбырай әңгімелерін өткен кезде түрлі қосымшалар пайдаланамын. Яғни learning apps формула қосымшасы арқылы бірнеше тапсырмалар беріледі. Ыбырайдың мысалы әке мен бала мына жерде әңгімесі бойынша дайын хрестоматияда сілтемелер берілген, соны экраннан көрсетіп балаларға мультфильмі болсын, немесе жаңағы әңгіменің тікелей өзінің сілтемесін қосып, әңгімені балаларға көрсету арқылы осы тапсырмаларды орындайды. Яғни 5-ші сыныптар, бастауыштан келген балалар көбіне осындай сурет арқылы, жаңағыдай көру арқылы қызығушылығы оянып, осы тапсырмаларды орындайды. Сол сияқты миллион кімге бұйырады деген сияқты ойын түрлері көп орындалады бұл неде, қосымшада. Сол сияқты Кахот, бұл жерде де Ыбырай Алтынсариннің бірнеше әңгімелер арқылы тапсырма беріледі. Мысалы, Ыбырай Алтынсариннің жаңағы несі, Ыбырай Алтынсарин неше жасында қайтыс болды деген сияқты мына жерде өзі дайын жауаптар берілген, сода нақты жауапты табады. Сол сияқты Ыбырай Алтынсариннің атасы кім? Мысалы, Балғожа би деген сияқты, және де Ыбырай Алтынсарин Крыловтан қай шығарманы аударды дегенде жаңағы оқушылар өз дұрыс жауаптарын ұсынады. Енді бұл тағы да оқушылардың жетістіктеріне тоқталатын болсам, енді бұл жаңада айттым ғой, бағдарлама бірнеше жыл мектепте жүргендіктен ыбырай оқулары болады бізде жылда дәстүрлі. Сол ыбырай оқуларына біз бастауыштан және де орта буын оқушылары қатысады. Сол оқушылардың жеткен жетістіктері осы жерде жинақталды. Сонымен қатар өзімнің де осы авторлық бағдарламам, яғни ыбырай тану курсы бойынша облыстық болсын, аудандық және облыстықта биылғы жылда да үздік авторлық бағдарлама осы ыбырай тану курсын ұсынған болатынмын. Сол кезде жүлделі 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Міне, республикалықта, жаңа аудандықта осындай ыбырай тану курсының жетістіктері жинақталды. Сол сияқты осы авторлық бағдарламамды газет бетіне, журнал бетіне жариялау мақсатында ұсынған болатынмын. Білім айнасы журналына осы бағдарлама жарияланып
және сертификатқа ие болдым. Сонымен қатар өзіміздің мектебімізде Ыбырай мұражайы бар, Ыбырай Алтынсарин атындағы. Сол мұражайда барлық Ыбырай Алтынсариннің еңбектері жинақталған. Оқушыларды бір сәт кейде осы мұражайға апарып, барлық еңбектерімен жинақталған жағы